Биыл Астана мен Брюссель арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасқа 33 жыл. Бұл ынтымақтастық жыл өткен сайын жаңа белеске көтеріліп келеді. Өйткені Еуропалық одақ пен НАТОның штаб пәтерлері орналасқан Бельгия Қазақстан үшін кәрі құрлыққа ашылған басты стратегиялық қақпа. Осы айтулы дата қарсаңында бірқатар отандық журналист Еуропаның саяси кіндігіне арнайы сапар шегіп, екі ел арасындағы ықпалдастықтың жаңа қырларын бағамдап қайтты. Еуропаның саяси жүрегі Брюссельде қазір нағыз көктем. Ауа температурасы 17 градусқа дейін жылынып, шаһар тынысы жанданған. Бұл қала тек Бельгияның астанасы емес, жаһандық маңызы бар шешімдер қабылданатын алып алаң. Отандық бақ өкілдерінен құралған делегацияның 33 жылдық тарихы бар қарым-қатынасты тану сапары дәл осы жерден, Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінен басталды. Күн тәртібінде екі жақты қатынас, инвестиция және виза мәселесі сөз болды. Бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық деңгейде ел имиджін қалыптастыруда, сыртқы саясатымыздың басымдықтарын түсіндіруде және Қазақстан туралы объективті ақпаратты таратуда ерекше рөл атқарады. Биыл Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 33 жыл толып отыр. Елшілік Бельгиямен екі жақты қатынастарды дамытуға, Люксембургпен ынтымақтастықты нығайтуға, Қазақстанның Еуропалық одақпен қарым-қатынастарын үйлестіруге және еліміздің НАТО жанындағы тұрақты өкілдігі ретінде көпжақты дипломатиялық қызметті жүзеге асыруға жауапты. Дипломатиялық жұмыстың нақты нәтижесі бар. Бүгінде Қазақстанда 4000-нан астам еуропалық компания жұмыс істейді. Ендігі мақсат қазақстандықтар үшін Шенген визасын рәсімдеуді жеңілдету. Сонымен қатар саяси экономикалық байланысты мәдени дипломатиямен шегелеу жұмыстары жүріп жатыр. Түркі тілде журналистер қоры ұйымдастырған бұл сапар Бельгиямен шектелмейді. Алматы, Түркістан, Қызылжар, Қостанай және Талдықорғаннан барған тілшілер алдағы 10 күнде Люксембург, Франция, Германия және Нидерланд елдерін аралап, Еуропаның саяси мәдени тынысымен жақыннан танысады. Ақмарал Молдиярқызы, Түркістан 24.